Қазір келем. Бәріне сәлем, күте тұрыңдар. Бәріне сәлем. Как делишки? Қадап кетем деп едім дейді. Не волнуй. Ой, bye. Hello. Gabi, Jenny, hello. How are you guys? Бүгін чуть-чуть түр онша емес болып тұр бүгін. Неде түске дейін ұйықтап, короче. Кеше таңға дейін жұмыс істеп, түске дейін ұйықтап, сонымен көзі ісіп, сөйтіп келдім әйтеуір. Енді кірдің ба дейді, да. Енді кіріп жатырмын. Ана экранның ар жағынан сығаламай да кіріңдер. Здрасте. Басқалар қайда дейді. Басқалар пока өз үйлерінде ғой деймін. Ақжол ар жақта. Ақжол офиста жалпы. Ол ар жақта отыр гитарамен әнін жазып. Монголияға келесеңдер, Монголия дейтін мысалы баруға оңай жер ме негізі? Мен ешқашан бір шынымды айтсам зерттеп көрмеппін. Бірақ біздің битмейкер SAI деген Монголиядан сол. Таңшолпан қайда дейді. Таңшолпан мен негізі тоже бүгін келеміз деп ойлағам. Жанымда болады деп. Но Таңшолпан ауырып жатыр. Орын қалды ма фан-митингқа дейді. Фан-митингқа чуть-чуть қана аз ғана орын қалды. Если что үлгеріңдер. И біз вроде VIP билет тағы да 5 VIP билет қостық. Кім алмай қалды? Опа. Да жазу көрініп тұр ма? Ой, мен эфирма Сақи кірді. Дүйсенбі тобының мембері беткестер. Сақи кірді. Сақи, ой, розасын қазір жібереді ол. Ол бір 100 роза атады өзі.
Сақи, кстати, алдында бәріміз воскресенье күні футболға барып, аяғын ауыртып алды. Өте қатты ауыртып алды. Прям жестко. Аяғында қазір гипспен үйде жатыр. Қашан кірдің дейді. Міне 5 минут болған жоқ әлі кіргеніме. Енді кірдім. Көздің асты синяк болып тұр ғой дейді. Иә. Мен негізі бала кезден почкам ауыратын. Бұрын кішкентай кезінде почкамда құм болатын. Сөйтіп айтатын еді. И содан всегда көзімнің асты көгеріп жүреді. Негізінде табиғи солай. И андай күн суыт кетсе, сәл тонсам, короче. Ойба, көзім бәрі балшық болып быт-шыт болып отқанымды айтамын да. Сәл тонсам, көзімнің асты сразу бүйтіп синяк болып кетеді. Ісіп. Кімде сондай проблема бар, көзінің асты көгеріп жүретін? Кстати, Астанадан адамдар бар ма мына жақта? Астана қаласындағы. Бар дейді. Бар. Бізге, короче, көп ұсыныстар тастапты. Астана қаласында да фан митинг өткізіңдерші деген. Соған қазір біз қарастырып жатырмыз. Возможно, 14-15-не қарай 14-15 күндердің аралығында біз фан митинг Астана қаласында жасаймыз. Сондықтан да дайын болыңыздар. Билеттер шыққан кезде жалпы алдын ала айтамыз. И кім Астанадан астаналық алпиларға осы информацияны таратуларыңызды сұраймын. Менге, короче, кеше мынандай бір трек жаздым. Вообще, типа, тайпбит. Просто текст ғана ұнады. Давайте бірге тыңдайық. Басы ғана бар. Қолыңдағы телефон сенің болғым келеді. Себебі ол сенің бүкіл қырларыңды біледі. Себебі ол сенің бүкіл сырларыңды біледі. Саған лайк басатын тіпті ұлдарыңды біледі. Мысығың болғым келеді сені тосу үшін. Айлығың болғым келеді мені тосу үшін. Сандар болғым келеді сен мені қосу үшін. Қиялың болғым келеді менімен ұшу үшін. Сторисің болғым келеді менімен мақтанатын. Вулкандай тасып жатыр ғой менің махаббатым. Балалық шақ болғым келеді сен сағынатын. Қысқаша айтқанда саған болғым келеді жақын деген бір куплет жазып кеттім. Күшті, қашан шықпайды деңдер. Қолыңдағы телефон сенің болғым келеді. Себебі, кстати, мен осы трекқа бит жасаймын. Соны, сол бүкіл процесті, давайте LP Bass'та мен стримға кіріп, бір күні бірге отырып, сол жақта звуктарын бәрін бірге таңдап жазайық. Менде сондай ой келді. LP-лармен бірге ән жазу деген. Кәдімгі звугын таңдап, мынау ұнайды, мынау ұнамайды деп. Или Twitch'та. Да. Twitch'та кірсек те болады.
кешегі мен сені қызғанам дегенше дейді. Оны да жазып жатырмын пока. Жалпы жазып жатырмын тректарды. Көзің ісіп кетіпті ғой. Айта бермеңдерші болды. Эффект андай маска бір нәрсе бар ма екен мына жақта? Кішкене беттің ісігенін қойдыртатын. Ё-байо. Ойбай. Джингл дэнс на. В общем, түрің онша емес болса, любой маска жараспайды деп тұр ғой. Братишка, даже не пытайся деп тұр ғой маған маскалардың бәрі. Бір андай маска жоқ па? Көзімнің кішкене ісігенін кетіп ужас. Ужас, қыздардан қайтып қолданасыңдар. Короче, жоқ екен. Короче, көз ісіген, оны енді никак өзгерте алмаймыз деді ғой. Тиктоктың өзі айтты ғой. Отыра бер осылай. Все. Сол, тағы да айта өтейін. 9 желтоқсан Алматы қаласында Central Stand-Up'та бізде митинг фан сайын өтеді. Бәлеріңізді күтем. Және де бұйырса 14 немесе 15 күндеріне Астана қаласына дайындап жатырмыз. Астаналық ЛПлар болса дайын жүріңіздер. Анау қайда, мынау қайда деп сұрамаңдар, өздеріне жазыңдар. Мен қайдан білем. Ұйықтап атқан шығар, жүрген шығар бір жақта. Мамадан сұрап берші дейді. Мен қайтып сұрап берейін. Номерін жүрсеңізші десем. Қасың четкий болып тұр. Рахмет. Таңшолпан жолдыртқам алдымда. Қинап жүріп оны. Бірақ өзім шыдамайды екем. Мына 1-2 жылды жылағым кеп қойшы дедім. Таңшолпан үйде ауырып жатыр. Үйінде. Қазір 1 секунд, guys, күте тұрыңдар. Мына светпен өте маған ыңғайсыз. Более-менее, да? Более-менее. Артымда ешкім жоқ па артымда? Өйтіп шошытпаңдар е. Жұлдызға тутор істеш дейді. Жұлдызға тутор, короче, ол оңай негізі. Қолыңды өйтіп қоясың да бүйтіп. Осылай ғана істейсің болды.
қалайсың дейді. Мә шаршап жүрмін негізі. Пипец шаршап жүрмін. Мына декабря деген бар ғой, келмей жатып айырып жатыр. Честно. Қай-қайдағыны еске түсіріп сендерде. Сұрамасаңдаршы менен қандай екен, қалай екенімді. Вируспен ауырған жоқсың ба? Оны алдың қайда ауырып тастадым мен. Ноябрьдің басында өте қатты ауырып, жазылып, уже өтіп кеттік. Вообще мен негізі капец қысты ұнатпаймын ғой. Прям өмірімдегі болған, короче, мен өмірімде өзі бір рет, білмеймін, бір легкий стадиядағы депрессия болған, когда мен прям андай пипец өмір сүруге желанием, құштарлығым ноль болған кез болды да. Прям өміріңде бір рет пе? Мен өз басым, білмеймін енді оны, мен өзім, возможно, өз-өзіме қойған диагноз ретінде, и потом жалпы артынан уақыт өте түсінгенім, это депрессия болды негізінде. Легкий стадиядағы, конечно, но менде андай болды. Мен 21-ші жылы вроде, бірінші қыста альфаның вообще төсектен тұрғым келмейтін. И 2-3 күн бойы тамақ ішпей жүре бере алатын. Прям вообще тамаққа деген желание болмайтын, и тура солай өмірге де желание қатты болмайтын, короче. И менің ішімдегі духым бүйтіп, мен денемнен біз сенен шаршадық деді ғой, короче. Сенен шаршадым мен деді ғой, короче, менің ішімдегі духым. Сондай бір момент болды. И ол сол қыста болды, короче. Мен примерно 2 ай, 3 ай примерно қатты бір сондай өміріңнің краскасы кетіп қалған, бір айналада өмір сүріп жүрдім да, потом ол жіберді. Бір күні қой, болмайтын-ау деген бір решение келді. В целом, өзім уайымдап жүрген заттардың бәріне жауабын таптым. И как раз көктем келді сол кезде. И сол момент, солай ғана, короче, мен не істей алдым. И сол кез қыс болды да, и мен содан бері қысты прям жек көрем. Новый год, анау, короче. Да, конечно, Новый год бір күн күшті. Но 2-ші, 3-ші январь уже бүйтіп айналам бәрі тып-тыныш, ешкімде настроение жоқ, сұр болып кеткен кезде мен қатты ұнатпаймын, короче. Содан бері қысты ұнатпаймын. Бірақ ол кезде хотя бы шүкір жанымда балалар болды. И балалар андай именно тамақ ішпедің ғой сен деп қайта-қайта мен тамақ алып келіп беріп, өзі бүйтіп қалайсың деп қайта-қайта жанымда келіп менімен сөйлесіп, алдап сөйтіп жүріп, мен еще балаларға да айттым, мә балалар, мен жеге дедім, короче, балалар деген жеге кәдімгі шаршап кеттім деген аузымнан шықты ғой бірінші рет. И қазір мне мысалы уже күз келеді, күздің уже күн салқындаған моментінен бастап менде андай қорқыныш бар, короче. Сол состояние қайттан возможно түсіп кетуім мүмкін сияқты болып тұрады всегда бүйтіп. И енді, конечно, камераға көп затты көрсетпейсің ғой, бүкіл жылап отқаның, жыламайсың ғой, но бүкіл настроениең жоқ кездің бәрін бүйтіп сала бермейсің ғой. Мен бүгін настроением жоқ, бүйтіп отырмын, сөйтіп отырмын деп. Но өмірде жүрген кезде капец бүйтіп мыжылы подавленный жүретін моменттар болып тұрады. И қазір примерно чуть-чуть сондай болып жүрмін. Осындай салқын кездерде айтып жылытатын тек қана Таңшолпан ғана десек. Айнайды. Сендер простойсыңдар ғой, кәдімгідей маған Абудың номерін айтып жіберші деп жазып жіберген қалай кетті?
қалай шықтың ол состояниедан дейді. Мен бірінші очередь ол состоянияны менде бар екен қабылдадым сол кезде. Типа менің настроением, менің өмірім онша емес дегенді қабылдадым. Одан соң қабылдаған соң балалардан көмек сұрадым. Жалпы өз состояниемді жанымдағы адамдарға айтудан қорықпау керек екенін сол кезде түсіндім. Басқа не хабар дейді. Кози мотивация айтшы дейді. Мен өзіме бір мотивация ететін адам керек. Проблеманың бәрі уақытша құрсын. Бүкіл сен ойлап жүрген уайымның бәрі уақытша. Не волнуйтесь. Ұмытады да кетесің. Өтіп кеткен соң бәрі қызық. О, Адидонна отыр. Сәлем, привет, Адидонна, как дела, как жизнь? Біз мотивация емеспіз ба сонда дейді. Сендер, конечно, мотивациясыңдар. Мои ЛПшки. Гүлнура отыр екен. Сәлем, Гүлнура. Рахмет сенің шляпаңа. Ойбай, не істеп жатсыңдар құрсын, Күліп жүрген жарасады дейді. Күліп жүрген бәріне жарасады ғой. Жалпы күліп жүру керек қой. Улыбайтесь, братья. Дейсіңдер ғой. Не дейді, фанкол бола ма дейді. Да, фанкол болады. Фанкол жаңа жылдың қарсаңына қарай өткізетін боламыз. Басқа қаладағы LP-лар бізбен сөйлесетін уақыттарыңызды арнап қойыңыздар. Одан қалса качкаға барып жүрдім ғой. Жестко качаться етіп жүрдім. Короче, вот денем бәрі пипец болып өзіме ұнап, короче, сөйтіп жүрдім да. Болмай кеткеннен бұрын маған еще залым ұнамай кетті да. Барып жүрген. Сонымен бармай кеттім. И сразу денем, короче, андай бүйтіп. Фук етіп кет қала салды. Жестко ше. Салмақ тұр. Бүкіл мышцамның үстінен чуть-чуть май басып кетті да, андай сразу. Конечно, денем жоқ емес, андай прям рельефный емес та, ешқандай. Сол тоже мен напрягать етіп жүр. Жестко. Фан-митингқа бара алмаймын, кешір дейді. Неге сендер сөйтесіңдер? Бара алмайсыңдар, неге? Фанколдың бағасы көтеріле ме, или тура сол ма? Вроде тура сол қойым. Даже арзандайды қойым, егер қателеспесем. Өйткені жалпы оны организаторлармен сөйлесу керек. Че за ачечи? Мен барам дейді. Ой, рахмет. Барам дейді, мен барам. Рахмет. Келіңдер, бәрлерін күтем.
отыр ғой. Ертең осы звуктан еще эдит жасалады да, мен қатты кринжовать етем ғой. Мен 4 билет алып қойдым дейді. Ойбай, не сенесің 4 билет алып дейсің. Келіңдер, бәлден күтем. Сабақты тастап барамау дейді. Не істейсіңдер сабақты құрсын? Айтыңдар. Официально заявляю. Тілеужан Уалиев бүкіл сол 9 желтоқсан болатын біздің фан митингімізға мектеп оқитын балаларды мектептен бір күнге босатты. Вот. Блин, батылға шықшы дейді. Қашсын. Кіммен? Любого тяните. Жұмыстағылар, жұмыс істейтіндер, Алматы қаласының жұмысшы ЛП-ларына айтарым, және де универді оқитын ЛП-ларға айтарым. Бәрлеріңді, бастықтарыңа, ректорларыңа, директорларыңа көрсетіңдер, бәрлеріңді бір күнге мен өз басым официально босатам. Сабақ ертең де болады, жұмыс ертең де болады. Өмір бақи жұмыс істейміз әлі. Уайымдамаңдар, жастық шақ біреу ақ. Фанфик оқисың ба дейді. Ой, оқымай фанфик. Әбділі отсын дейді. Старайся меня десең. Өлім әдет қойсын. Баяғыда апам сөйтіп отыратын. Сақал өсірдің десіз? Жоқ қой сақал менде. Мұрт дейтін дейді, мұрт емес қой мұнау. Мұнау мұрт деген өзі 4 әріптің 2 әрібі ғой, мұ ғой мұнау. Басқа не хабар, не істеп жатсың дейді. Басқа... Ойбай, не шығып кетті? Қазір күте тұрмын. Бір бәле, шыр пистолет цель деп. Күшіңді көрсетші, сағым қалдық қой дейді. Ой, сағынатын затты алыпсыңдар. Үйдегілерін сағыныңдар, достардың сағыныңдар. Мен қолымнан нелерім бар десе. Бізді жақсы көресің ба дейді. Әрине. Бәрлеріңді қатты жақсы көрем. Қатты қалай. Ойшым, сендер болмасаңдар, біз ешкім емеспіз. Сендер болмасаңдар, сендерден басқа ешкімге керек те емеспіз. Сол үшін мен оны бағалаймын. Кәдімгідей мен қуаныштымын сендердің осындай жалпы бізді таныған сәттен бастап
кішігірім болсын өмірлеріңе краска беріп жатсақ, бізге ең бастысы сол ғана деп ойлаймын. Жалпы мына жерде кішкентай қыздар бар, универде оқитындар бар, жұмыс істейтіндер бар. Соның бәріне өмірлеріңе сәл болсын күлкі сыйласақ, сәл болсын қалай сіздердің өмірлеріңізге бақыт бағдар беретін адам емеспіз. Біз жай ғана тек қана сол күлкі сыйлайтын адамдармыз деп айта аламын. Күлкі, эмоция тудыратын адамдармыз, және де сол эмоцияны біз берсек, маған өз басым одан басқа ештеңе керек емес. Сосын арасында, яғни 9 желтоқсан кездесіп тұрсақ болды десең. Дарктың жағдайы жақсы ма дейді. Дарктың жағдайы жақсы, уайымдамаңыздар. Реклама тығып қалу керек қой дейді. Ой, я. Мен, короче, жестко бір андай өзімнің өзімнен напрягать ететін бір дүние бар. Өзімнен емес, и кейбір комментарийларды оқыған кезде типа андай жазады да, ё-моё, Кози реклама істей береді, бір бәле, типа сондай, Кози андай, Козиға типа ақша болса болды дейді. Біреуіңнің ақшаларыңды алып жатқан жоқпын. Мен барынша просто бізді жақын танысқысы келетін адамдар көп. Соларға жалпы бір информациялар жетпей қалмаса екен деген ниетпен ғана айтам бүкіл затты. Мысалы, көбі сұрайды бізден фан-сайын, и көбі сосын артынан өтіп кеткен соң, ой, бұл фан-сайын болды ма, фан-митинг болды ма, не, біз оны көрмей қалдық, мен естімей қалдым деп айтып жататындар өте көп просто. И сол үшін ғана мен алдымнан жарылып айғайлап соны айтып жүремін. Ойбай, фан-сайын, мынау, қалып қалмаңдар деп. Сосын еще маған жазады ғой дайректіме, бәрі неге мынау мынанша тұрады, неге мынаны былай істейсіңдер деп. Оның бәрін біз вообще, это не мы решаем. Бізде өзіміздің қалай айтайын, концертный директорымыз бар, біздің өзіміздің организаторский жалпы осындай жұмыстарымызды істейтін директорларымыз бар, концертінде деп бағасын қоятын адамдар бар, концертті жасайтын кезде организациясына жауап және де біз алдында да айтып өткендей, концерттен де бір осындай фан-митинг, фан-сайын, фан-колдардан да бір өліп қырып байып атқан ештеңеміз жоқ құрсын. Сендер қалай өмір сүресіңдер, тура солай өмір сүреміз. Просто біз өзіміздің студиямызға барып кеп жүреміз. Таңшолпанда фан-митингда Таңшолпан отыра ма деймін. О, Амир, привет. Привет. Как дела? Как жизнь? Молодая, 18 жасар. Привет тебе. Қалайсың? Чё ты не пишешь, не ищешь? Жоқсың да. Астана қашан? Астана 14-те немесе 15-те немесе 16-сы осы 3 күндердің аралығында болуы мүмкін. Қазір
организаторлар бізге қалай информация береді, қалай айтады, біз сразу сіздерге сол моментте инстаграмға, телеграмға салатын боламыз. Сол үшін астаналық алпилар дайын болыңыздар, күтіңдер. Мен өзім ана Татешкаға сезінемін ше. Мужской шортилар бар дейтін ше. 100 теңгеден, небәрі 100 теңгеден жұмысқа кисе өте жақсы жарайды. Өзім солай сезінемін. Кози 5 желтоқсан туған күнім дейді. Асықпай жазыңдар, мен оқи алмайтынын білесіңдер ғой. Кімнің туған күні? 2 желтоқсан 2 желтоқсан туған күнің болса, туған күніңмен құттықтаймын. 3 желтоқсан кімнің туған күні? Бәрлердің туған күндерімен құттықтаймын. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші желтоқсан аралығында кімнің туған күні? Бәрлеріңді туған күндерімен құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілеймін. Сіздермен бірге болған Тілеужан Уәли, Альфа тобы. Пока, Дима. Пока-пока. Кім шығып жатыр? Пока. Кім кіріп жатыр? Сәлем. Мен, короче, өзіме новый хобби ашу. Короче, андай болды. Өміріме бір краска жетпей кетті. Андай болады. Өзім бір айналыса алатын. Өзімнің бір хоббиім таба алмай жүрдім. Әлі таппадым негізі толықтайшы. Бірақ қазір мен түсінігім бойынша маған тамақ жасаған өте қатты ұнайды екен. Мен воспоминанияларыма бүйтіп ақтарып, полкаларын ашып, бүйтіп бір файлның ішінен мен бала кезімде тамақ жасаған қатты ұнататынымды есіме түсірдім. Примерно 11, 12, 13 жасымда мен үйде торт жасайтын, андай бір сондай өзімнің бір кішігірім хоббиім болатын. Но білмеймін не үшін бір моментте жасамай кетіппін, короче. И қазір соны күшті өзім барынша дамытуға тырысып жүрмін. Шашлык жасап дейді, иә. Алдыңғы уақытта шашыңды бояйсың ба дейді. Думаю, жоқ. Думаю, пока боямаймын. Бояуға пока желание жоқ. Енді бюроланып өз адам болып қалды. Сендерде кім не істеп жатыр? Кім немен айналысып жатыр? Айтыңдар. Нан жеп жатырмын дейді. Ас болсын. Мен сабақ оқып дейді. Молодец. Рубежкаға дайындалып дейді. Күшті.
дзюдоға бара жатырмын сәттілік дейді. Мә, кайф, мен, кстати, дзюдоға қатысқым келіп жүр. Либо дзюдо, мен ойладым басында ММА-ға қатысам, типа вот, либо боксқа қатысам деп. Но ё-моё, түрімді мұрнымды сындырып алуға қорқам, короче, көзімге кіріп қалудан қорқам чуть-чуть. И сосын андай ой келді. Может, дзюдоға барам деп. Не, это дзюдоға барсам, не, құлауды білемін ғой, дұрыс құлауды. Самое главное. Мамам да сендерді тыңдайды дейді. Ой, мамаңа сәлем айт бізден. Волейбол ойнау білесің бе? Жоқ. Волейболды вообще ойнай алмаймын. Мен бойым кішкентай болатын ғой, короче. Кішкентай болатын. Қазір 2 метрмін ғой құрсын. Короче, мен бойым мектеп кезден кішкентай еді да, и андай волейболды мен түсінбейтін, мен де өзім қызық емес болатын, бірақ баскетболды ойнататын кездерде мен андай күшті алда салатын да, дриблингім жақсы болатын. Типа ортасынан өтіп кетіп, смело жүре бере алатын да. Но ана кольцоға дәл деп лақтыра алмайтынмын ғой вообще ше. Бүкіл залда, бүкіл игроктардың ортасынан өтіп келесің де айдалаға лақтыратынмын ғой. Мен андай балалар болатын. Екі қолмен тарс еткізіп жынға тиіп. Допты жерден алып бүйтіп регби қылып жіберетін еді ғой, нені? Баскетболды. Аваңа адал екенсің дейді. Мә, кстати, да, мен мынау Ава мен не ашылғы TikTok ашқан күні қойдым, содан бері тұр ғой. TikTok'ты қашан аштым дейді. 1 жылдан асып кетті ғой уже. Біздің TikTok дейтін вообще нестабильный ғой құрсын. 1 ай болады, короче, андай видео салып, өзің бүйтіп көп не істегің келеді да, андай болады ғой. Активный жүргізесің да, өзіңе ұнайтын бір моменттерде түріңді түсіріп, липсинг түсіріп, қайдағы жоқ видеолар салып сөйтетін. И қазір, типа, и бір момент болады, когда түрің вообще ұнамайды өзіңе. И андай бүйтіп камерасын ашасың да, бүйтіп қарайсың да өзіңе. Ладно деп қоя саласың ғой. Сол бойы, короче, TikTokқа да кірмей ұмытасың бәрін. Сосын бір моментте қайттан есіңе түседі, қой деп ше, бір түсіп көрейінші осы деп өз-өзіңе шанс беруге тырысасың ғой. О, видеоң өтпейді ғой, сосын құрсын бір 10 000 просмотр мен қалады жайына өз-өзімен. Сосын ортасын, менің 5-6 подписчигіме арналады деп. Мен честно айтайын, менде андай жоқ. Мен TikTok түсірген кезде мен мойындаймын. Слушаем, но не осуждаем. Мен TikTok түсірген кезде мен никак өзім үшін түсірмеймін. Типа андай адамдар болады екен ғой. В основном қыздардан естимін. Мен TikTok'ты өзім үшін жүргіземін ради своего кайфа дейді. Менде кайф, менің кайфым, короче, вот стримға кіру. Реально маған ұнайды стримға кірген, отқан, мыжылып, сөйлесіп, біресе жылап, біресе күліп, андай настроениең жоқ болса соны айтып. Типа TikTok түсіріп салу, это чуть-чуть, типа ашқан кезде вот сондай бір не болды, желание ше, кайф, короче, түсіргім келеді дейтін. Просмотрлар еще кетіп атады ғой, типа. Сондай болатын. Қазір, типа, даже просмотр болса да, болмаса да, кішкене бүйтіп қаласын. Но мен конкретно айтайын, мен просмотр маған маңызды. Өтпей қалса, кәдімгідей бүйтіп қарап, фуй дейсің. Қанша уақыт отырсын дейді.
40 минут болды. 40 минут болды, қазір 5 минуттан соң шығамын. Сосын андай, кстати, не TikTok көрдім. Мен типа Love One Piece болып жалқып кеттім деген TikTok көрдім, короче. И там ар жақта 2,5 мың лайк па, 3 мың лайк па сондай. И комментарийда фандомнан кетем ғой деймін, короче, кетем болды. Андай мындай, я қызық емес болып кетті, интересім ауысып кетті деп жатыр да. Там бүйтіп, мен честно өйтіп қарадым да, өйтіп настроением түсті. Не болды екен деп бүйтіп. Қарадым и сосын ойладым. Мә деп ше. Қалай болады екен. Сосын бір жағынан екінші ой келді. Кетсең үндемей кетші деп. Немене ол видео түсіріп елдің бәріне жария етіп оны. Саған кіріп шығып жүретін не ол, помещение ма бұл десең. Басында сөйтіп жүрегім ауырып отырды, сосын ойладым, кетейін бір бәле деген. Не ол міндетсініп деп ше. LP болған міндетсініп ол. LP деген ондай дүние емес қой. LP деген ол фандом деген затты менің ойымша да. Енді өзімнің лично мен білмеймін, ешқашан бір өзімде бір фандомдарында болып көрмеппін, бірақ ол сен бүйтіп кіріп, шығып, бүйтіп, мен бүгін қызық емес деген тема жоқ шығар осы жерде. Ол просто бір адамды ұнатасың, ол саған оның мысалы бір әндері ұнайды, ол сені шабыт бере алады, ол саған бір настроение сыйлайды, и сен соны бақылап жүресің, типа күшті фото, қандай фото салады екен, қандай видео салады екен, ол не істеп жатыр екен. Жалпы ең қызығы, типа, білмеймін, мен өзім басқа артисттарға қызыққанда, маған ең білгім келетін зат, ол артист, мысалы, вот ол осындай болып тұр қазір. И ол қаншалықты өсе алады екен өз өмірінде, мысалы. Мен 21-ші жылы, мысалы, мен 18-де болдым да, дебют алған кезде. Әлі 18 жасар бала сияқты жүрсем, мысалы. Әлі 18 жасар бала құсап, бүйтіп. Мен қазір 23-ке толам. 18 жасар бала құсап, сол. Короче, сөйтіп өзімді солай ұстасам, я думаю, это вот сол, наоборот, 3 жыл болды, типа, 4 жыл өтті. Әлі сондай артист өзгермеді. Жалпы адам өзгермеді. Кішкене ойланасың, ой, қой, мынау қызық емес болып барады деп. Типа, мен больше солай суть етуші едім. Негізі лично өз ойым, енді қазіргі заманда құрсын өз ойымызды айта алмайтын болдық қой. Но, типа, менде солай, біз, білмеймін, мен балаларға қараймын, өзім бұрынғы видеоларды көремін, кринжовать етем, типа, мә деп ше, ұялам өзім бұрынғы видеоларымыздан. И сосын өзім ойланам, значит, өсіп жатыр екенбіз, түсініп жатырмыз деп. Вот сондай. Натуре, значит, бір жазып жіберіпті, нағыз LP навсегда дейді, не? Я бұл сондай ғой, натуре. Ертең біз де қартаямыз, ертең біз де бір 30-дан асамыз, сол кезде тұрып. Йо, LP, біз концерт, 30, уже 40-қа келеміз сол кезде. Йо, LP, біз концерт береміз деген кезде, сіздер просто қазіргі бір моменттерді, бір ностальгический состоянияны еске түсіру үшін, сол кезде, типа, бәріміз концерттер бүйтіп етеміз. Солай емес па ол? Бұрын қызық болған, қазір не интересно вообще дейтін тема. Қалай екен ол? Бұрынғыдай емес деген вообще онша емес маған ше. Бала шағамен ба дейді, бала шағамен. Бұрынғыдай емес деген, ештеңе бұрынғыдай емес. 2017-те мен де сағынам. 2017-тегі мен, мысалы, фейсті сағынам. Типа, ол жоқ, типа, ол өсіп кеттік. Мен қарап тұрам қазір не шығарып жүр екен, қазір қандай артист екен.
не туралы ойланады екен, типа есейді ғой. Там білмеймін, 2018-дегі 19-да тоже ұнайтын заттар көп болды. Тоже қазір жалпы өмір 2019-да емес, 2020-дағыдай да емес, уже 21-дегідей де емес. Тиктокта жүр ғой, Алматы 2017 деген насыщенный болып көрінеді, далада смог жоқ деп, сондай. Өмір сондай енді. Сол, қысқаша айтқанда мен бәрлеріңізді 9 желтоқсан өзіміздің фан сайынымызда күтеміз, фан митинг фан сайында, және де 14-15-не Астана қаласының LP-лары дайындалыңыздар. Ал басқа қаладағыларға осы желтоқсан айының соңына жаңа жылға қарсы фан-кол өткізетін боламыз. Сол жақта сөйлесеміз, сол жақта осылай отырып бәрлеріңізбен сөйлесеміз. Всем love and peace. Пока!